Сәлем көп құттықталсын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шері Гәкку Топ 10 назарларында. Еліміздегі аға өкілердің сөз етпейтін жалғыз бағдарламаны қарап таста кеттік. Шеріміздің майланбаған есігін шиқылдатып ашқан Жанар Тұғалова. Әнші әнге дауысын мұздатқыштың ішінде орналасқан студияда жазады дейді. Сол кезде дірілдеп шығады екен дыбыстары. Не досынау енді? Ақымақ басым еш тыңдамайды, түнімен ойым дамыл бермейді. Ақымақ қолым қолын аңсайды, еріндерімде сағындым дейді. Көзім ақымақ көрем деп жылайды, арман ақымақ қой десем қоймайды. Сенем саған ғана жүрек тек сен ақымақ болмашы. 9-шы орында Айдана Меденова мен құрбысы Анжелика. Форум емес, басқа қырғызстандық әнші ғой. Жан құрбым жанымда шамшырағым, қуаныш қайғыда жаныңдамын. Негізі қыздар тұрмысқа шығамын дегенше құры болады ғой, кейін ұмытылады. Арулар ондайды қойып, жақындарыңды бағалай біліңдер. Айдана мен Анжелика сияқты. Кәдімгідей әңгімен дұрысынан философиялық тұрғыдан жіберіп жатырмын ба? Болып тұрады шаятын кездер. Жан құрбым жанымда шамшырағым, қуаныш қайғыда жаныңдамын. Самғасаң мен сенің қанатыңмын, менің құрбым, жалғыз құрбым. 8-шы орында Дастан Оразбеков. Бегімай есімді қыздардың бағы жанып жатырған шығар, я. Ұнатып жүрген жігіттердің барлығы шырқап беріп жүрген болар. Бегімайлар қатты сеніп қалып жүрмеңдер. Енді өздерің қарайсыңдар ғой. Келі 7-ші орында Алуа Қонарованың ортаншылары Ренза. Төртік мамаларына арнап бақытты болшы дейді. Алуа ханым, қырсыққаннан бақытты болып кетіңізші. Шамасы құтыла алмай жүрем мыналар. Сосын бейнебаян түсіре алмай қиналады. Кейін мама қайтып кеш деп шырқайды. Алтыншы орында Рүстем Жүгінісов. Енді не шыққан күтейік ба? Оны неге айтып жатсың? Айтпақшы, бейнебаянның астына жазылған пікірлердің 70%-ы өзіңнің жарыңды түсіруің керек еді деген. Ал Рүстем халықтың сұрап жатқанын беренді. Шеріміздің бел ортасында Зейнекен, Қытай және Айдын. Көктем келіп, құстар қайтып келді. Зейнекен, абайла, басыңа жұмыртқа салып кет жүрмесін. Болмаса кішкене тарақ қойсайш, әйтпесе ұяларымен шатастырып алып жүр. Сені жылататында, енді сымырай жоқ. Уақытпен достасып алдым, уақыт көлігімен енді зымыраймын. 4-ші орында Данэлия Төлеш. Бестен белі шықпай жатып талантты бұл қыз. Жұрттың баласы осындай болады. Мамасы да жұрттың баласы сияқты қабылдайтын шығар. Тамсанып дегенім ғой. Хорошо, что аузына Төреғали түкірмеді. Бәрі
Үшінші орында Роза Рымбаеваның баласы Әли Оқаповтың інісі Мәди Рымбаев. Статистикалық мәлімет бойынша әр ер адамның смартфондағы суреттердің 80% сүйіктілеріне тиесілі екен. Ал Мәди 211 материалды өшірді. Сонда әншінің қанша фотосы болған ішінде? Екіншіде Аружан. Әншімен бірге жігіт жол ортасында бірге билейді, қолынан ұстайды, сөйтіп басын қатырады. Дос болайық дейді. Жігіттер олай енді өздеріңе ғашық етіп алып кейін шайып тұрмаңдар. Бірден айтыңдар. Айтпақшы, неге Аружан екіншіде? Мүмкін тұрақты орнына жайғастырасыңдар, а? Ничего не перепутали? Ойбай, орысша қалай кетті. Алтын тақта кім екенін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. 10-шы орында дірілдейтін жанар. Айдана мен Анжелика 9-да. Жан құрбым жанымда шамшырағым, қуаныш қайғыда жаныңда ма? 8-де шоу-биз шыршасы Дастан. Asılım pegama, 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 pegama. Бақытты болғаныңды қалайтын Рензо 7-ші. Алтыда ішінде көбелек қалып қойған Рүстем. Айдын Құттай және бұйра шашты Зейнекен 5-ші. Вақытпен достасып алдым, уақыт көлігіммен енді зымыраймын. 4-те жұрттың бала сияқты мінсіз ән айтатын Данеля. Әлидің інісі Мәди 3-ші. Екіде жолдың ортасында билеп жүрген Аружан. Алтын таяқта сүйіктісін бағаламаған Тұрар. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сенсің мұзды еріткен. Айналайын-ау, қыздың тойына барып бұлай ән айтатын болсаң, күйеуі қуып жібереді ғой. Сондықтан бұл ертегі, а сен ертегі емес дейсің. Айтпақшы, әсел жағынан салып қалғаннан кейін бетің үйіп қалған шығар, ештеңе етпейді. Есесіне 1-ші орындасың. Құтты болсын. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сенсің мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Кешір жаным. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретін белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей болданып отырсаң, тіпті жылағың келсе, онда өзгер. Ол үшін біздің телеграмдағы Гәкку ТV парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.